одан қалайсыздар? Көптен бері келмей кеттім, жазбай кеттім влог. Бүгін мен өткені неге мама папамның үйіне барып келгем, ауылға. Танып көрсетейінші былай. Мама папамның үйіне барып келіп, бір апта сонда жатып келдім. Сары қаласына кім ғой, білесіздер өздеріңіз. Не істеп жатсың? Сонда влог түсірілмей қалды, сонда енді келіп түсіріп жатырмын, Атырауға келіп. Қазір қонақтыққа барып жатырмын. Подружкам үйіне кетер алдында қонаққа шақырып жатырған еді. Сосын бір жағынан аптекаға соғып, анау-мынауларды алып жатырмын. Ана жақта жүргенде таба алмай қалатын дәрілерім болып жатса, енді бәрі арабша ғой, ол жақта түсінбейтін шығармын деп. Содан сөйтіп енді алып келе жатырмын бір жағынан аптекадан. Дәрілерді алып келе жатырған. Енді азғантай күнім қалды. Жаңа кішкене заттарды жинадым, сумкамды жинадым, чемоданды жинадым. Қырған заттарды бір жағынан жинақтап кетейін деп. Сол қазір дайындық үстіндеміз. Бірге болыңыздар. Келесі күннен сәлем. Көріп тұрғанда мен киім жинап жатырмын, мен бірге болыңыздар. Кеше подружкам үйіне барып, влогта көргенде соған қонаққа шақырған еді. Баламызбен бір жағынан жолай жасап жүруге бізге керемет дастархан болды, керемет көңіл күй болды, бәрі дәмді болды. Күшті болып әңгімелесіп, подружкаларымызбен сөйтіп кеше түнде қайттық. Сол келіп жатып қалғанбыз. Сонда бүгін асықпай тұрып, киімдерімді арғарды to be continued деп жалғастырып жатырмын. Кеше бір енді 70-80% енді шығарып жинап қойған едім. Соны енді бүгін жалғастырамыз. Бүгін бәрін жинақтап қойсақ, кішкене болса да бір жұмысты бітіреміз. Мен бірге жинақтайық қазір. Қалай жинаймыз көреміз енді. Міне қыздар 2 сөмке жиналып жатыр. Біреу жұмсақ өзбек сөмкесі. Бұл идеяны маған өзім подружкам айтқан. Сосын мынау чемодан қатты чемоданда. Бұл орташа емес, орташадан бір жоғарғы өлшемдегі чемодан. Бұларды мынаның жақсысы, бұл жұмсақ және жеңіл болады. Өзі бос тұрғаны өзінде ешқандай тартпайды. Мынау бос күйінде де 1 килограммдай тартуы мүмкін. Сосын мынау жұмсақ болған соң көп киім сияды. Осы баламызды екеумізге 23 килограммнан деп алып бара жатырмыз. Және мынау рюкзак және жұмсақ сөмкем. Бұнылардың ішіне біздің ауыстыратын киімдеріміз, документтеріміз, харддрайв, пауэрбанк, лаптоп, бір фотоаппарат, фотокамераларым, баланың сол жолда ойнайтын карандаш, мынау жейтін тамақтары дегендер кетеді. Сосын мына жерде мен алып бара жатырмын. Штатив, баланың ингаляторы, выпрямительдерім өзімнің. Сосын сөмкем, аяқ киім дегенде уже күздік па, тек жастық па, сондай болды. Сосын кілең жастық киім, және де күзді көктемде киетін өзіміздің киімдеріміз бар ғой, джинсы, шалбар, рубашка, зунжен, кофточкалар деген сияқты. Сондайларды алып бара жатырмын. Сосын қыстық аяқ киім, жылы үстке киетін киімдер, свитер дегендер, плащ, кожаный куртка, пальто бәрін тастап бара жатырмын. Бәрін тастап бара жатырмын. Сонда тек жеңіл 1-2 сөмке сиятын дүниені алып бара жатырмын. Сосын 1-2 тойларға киетін 1-2 көйлек алып шығатын болармын. Өткені коллегалардың тойлары болады. Сонда кием деп іздеп жүрмейінше деп. Бірақ туфли алып бармаймын. Өзімде туфли киюді ұмытыппын. Сосын туфлилердің өкшелері тақалар биік болған соң жөнде кие алмаймын. Стамбулда мысалға туфли кию мүмкін емес, жер өте қатты, брусчатка, тасты болғасын, асфальт жер, тіке жер жоқ қой, дұрыс. Аяқ киімді мыңалдырмайды, мысалға тақа киетін болсаң, тақанды мыңалдырмайды, жіңішке тақалардың. Көбіне олар кроссовкамен жүрді мысалға Стамбулда. Ележі аяқ киімдерді қалың аласа, бірақ жіңішке болса да аласа тақа сияқтыларды кетті. Сол көбіне үлкен ұзын тақаларды тойларда кет олар. Сол үшін менде жөнді туфлиде қалған жоқ ондай. Бар болғандардың өздері мен бала туғаннан кейін аяғым кішкене жалпиды, кішкене өсті ма білмеймін, аяғым сыймай қалды. Содан көрерміз енді 2
той көйлегін алып барсам, ары қарата сол жақтан бір туфли ма әлде лодочка ма бірдеңелер, балетка ма сатып алармыз. Бірақ той көп бола бермейді ғой енді әрине. Сосын не айтайын деп жатыр едім. Сондай, сосын 2 сөмке жаңа айтқандай, күзді көктемде киетін көйлек, киімдер, сосын жаздық киімдер болды, сосын техникаларым өзімнің. Сосын косметичкам бар, болды. Баланың дейтін мына жерге ойыншықтарын салдым мынаған. Астына робототехникасын, пазлдарын, сосын доп, сосын кітаптарын дегендерді салдым. Басқа ойыншықтарды тастап баратын уақыт ойыншықтарды. Вот осындай. Және де біздер қазір өзімді ауыстырып айтайыншы айтыңыздар. Олардың бәрін жинап салу керек қазір. Процессе болып отыр. Сонымен біздер Стамбулдың аэропортында 6 сағаттың үстінде боламыз, күтеміз келесі рейсті арғата Египетке. Соны бірден өткізу керек. Сол үшін сол жерде меніңкі эконом класс билет. Менің бизнес лаунж зонаға доступым жоқ. Бірақ мен сияқты адамдар барып ақшасына барып кіруге болады. Сол жерде тамағыңызды ішесіз, сол жерде демаласыңыз, сондай да жұмсақ зона бар деген сияқты. Бірақ та аэропортта, жалпы Стамбулдың аэропортында болған адамдар білетті. Басқа да жұмсақ зоналар бар да, тегін. Сол жерге барып қараймын. Балам ішіп пысып сөйтіп жатырса, мүмкін сол лаунж зонаға да баратын шығарым. Білмеймін бірақ бізде 6 сағат дегенмен біздер самолеттен түскеннен кейін паспорттың контролі бар, пока неге жетесің, багажыңды аласың да. Содан кейін соның өзіне 1-2 сағат кетеді. Содан кейін ар жағында уже 1-2 сағаттан кейін менің регистрациям басталады. Сосын регистрацияны өтесің, оған 1 сағат кетеді. Содан в общем регистрация, чемодан алу, қайта регистрация өту дегендердің бәрін уақытын шегеріп тастаған кезде біздерде қалады 3 сағат. Сол 3 сағатта бірден бұл өткізу керек бізді. Соның арасын ішінде балама тамағын берем, бірақ мүмкін лаунж зонаға да жұмсақ ұйықтататын зонаға баруға уақыт жоқ та сияқты да бір жағынан. Енді көреміз сол жерде, егер балам шаршап жатса, мүмкін сондай бір дивандарды іздеп жатқызып ұйықтататын болармын. Кішкене мен баламды ойымдап тұрмын да, өзімді емес, мен өзім болсам жүре берем ғой барлық жерде. Тамақсыз да жүре берем, кешкі уақыт болған соң, тамақ іздемейсің. Содан өзім негізінде кішкене түскен бойда Атыраудан Стамбулға, сосын арғата мүмкін негізінде самолет болды. Бірақ мен дейтін бәрін бір-біріне тығыстырып, жанталастырып алғым келген жоқ. Сол үшін кішкене 6 сағаттан кейінгісін алдым да. Бір жағынан солай да болу керек қой негізінде, жанталасып баламен жүргеннен гөрі асықпай сөйтіп жүрген жақсы. Негізі баламен жалғыз жүретін болсам, может мен сол билетті алатын боларым да, кішкене ертерек. Бірақ бала болған соң енді солай жүреміз біздер енді, кішкене ұзақтау, кішкене бос уақытымыз болатындай, асықпай жүретіндей, жанталаспайтындай уақытты қарастырып сөйтіп аламыз да. Мысалы келесі билеттерді пересадкамен ұшатын жерлер болса. Сондай жаңалық. Сосын вообще Сабиха Gökçen'нен ұшатын билет болды менде. Ол арзан билет болды. Сонда бір қызығып арзан ғой, соны алсам. Сосын Стамбул аэропорты мен Сабиха Gökçen аэропортының арасында шаттлдар жүреді ғой. Соған мені бара қоям ғой деп сөйтіп не істегем, ойлағам. Онымен тоже баламды ойлап өйтіп алған жоқпын. Сондай айтпақшы, маған тіркеліп кетіңіздер, тіркелмей қарап отырсаңыздар, пікірлеріңіз жазыңыздар. Сөйтіп мен Египетке көшейін деп жатырмын. Жаңада қарап отырған көрермендер болса, мен өзім Египетте болмаған адам, басқа жерлерде болсам да өзім 14-15 елде болдым жалпы. Сонан бірақ Египетте болмаппын ешқашан. Соны бірінші рет барып көремін енді. Менің бірінші тәжірибем болады Египетте, тамақтарына үйрену, өмір сүру салтына үйрену деген сияқты, тілге үйрену бәрі менде бірінші рет болады. Соны соған бәріне куәгер болыңыз, мен бірге болыңыздар, қызықтап қараңыздар, өзім анандай қылдырып, әртүрлі тамақтарды алып маркеттен, супермаркеттен, мүмкін фруктыларды алып деген сияқтылар, обзор жасағым келеді, дәмін татып қарап, сіздермен бірге отырып та. Египетте, оказывается, түрлі не бар екен.
мангының түрі көп екен. Сол мангының түрі көп екен. Ең қымбат мангілер болады екен. Біздер мысалы супермаркеттен бір жасыл түрлерін аламыз ғой, одан емес, одан да күштілері болады екен. Сары түсті, сырты жылтыр емес, жасыл, тағы қызыл деймін, білмеймін, түрі болады екен. Как раз мен соның пісетін сезонында бара жатырмын екен. Соның бәріне сен түрлі мангілерді алып сіздерге көрсетіп, бірге жеп, обзор жасап етейін дегенім ғой. Просто идея да. Мүмкін әртүрлі енді жаңа жер болғасын өзіме қызық, соны бөлісіп, сіздермен бөлісіп отырамын. Жалпы сосын сол үшін бірге болыңыздар, қызық болса қараңыздар Египетті. Египет туралы көп негізінде ақпарат жоқ. Интернетте, ғаламторда. Турция туралы көп, мысалға Турцияда сосын қазақтар көп, Турцияға қазақтар көп көшеді. Мен сияқты түрікке шыққан қыздар бар, солар влог жүргізеді, деген сияқты блог жүргізеді. Бірақ Египетте қазақ қыздарының жүргізіп жүрген Египетте көрген жоқпын. Орыстар бар, иә, бірақ олар Шарм-эль-Шейх, Хургада жақтарда, сол жақта демалысқа барып, сол жақта танысып қалып қойған қыздар көп екен жалпы. Сосын мен ол жақпес, мен Каир жаққа баратырмын, ол жақтарда көбіне жұмыспамен, оқумен баратындар, бірақ та араларында бар күйеуге шығып барып сол жақта тұрып отырғандар. Бірақ көбі қазақтар емес, бәрі орыстар. Қазақтармен мен алдым әлі келген жоқ. Тек бір қыз бар, кореянка, кажется, бірақ қазақстандікі. Сол бір блог жүргізеді, соған подписываться еттім, соған телеграмына тіркелдім. Ішінде бір 25 шақты қыз бар, бірақ оның көбі, мен жаңа айтқандай, русскоязычныйлар. Мен қазақпын ғой, мен қазақша сөйлейтін қызбын. Маған өзімен сол қазақша сөйлейтін қыздар керек. Негізінде таба алмай жүрмін, мен өзім ашып алып қазақ қыздарды іздеймін деймін. Именно қазақша сөйлейтін. Бірақ Египтянға шыққан қазақ қыздар жоқ екен. Сол телеграм каналына кіріп, әртүрлі нелерді қарап жүрмін, нелер бар, нелер жоқ деген сияқтыларды. Бірақ білмеймін, енді алда көрем. Бірақ ғаламторда ақпарат аз, информация аз Египет туралы. Сонда осында бүйтіп бөлісе отырып, мен сияқты іздестіріп жүрген қыздар болса, менің влогымды қарап, өзіне керекті дүниелерді алсын деген оймен ғой, бір жағынан. Бәрі дейтін тек Турцияда, Америкада тұра береді екен. Ғаламторда көбіне солай. Инстаграмда көбіне Америкада тұратындар келеді, сосын Европада тұратындар, көбіне Турцияда тұратын, Кореядан тұратын қыздар көп бізде. Солар келеді, именно Египетті десең жоқ қой, Египет жоқ. Санаулы саусақпен санап алатындай сол жақта жүрген қыздар. Сол жаңа айтқандар, қазағы жоқ, кілең орыстар. Жаңа кореянка бір қыздар, қазақстандық кісіге болды. Ол қазақша сөйлеймін білмеймін енді. Осы мені бітірейік, осы влогты. Қысқа нұсқа айтып жібердім ғой, не істеп жатқанымды қазір. Енді келесі видео «Говорящая голова», египетская визаны қалай алуға болады, соны айтамын сол туралы. Содан кейінгілері уже Египетте түсірген видеолар болады. Алла қаласа, аман есен жетіп алсақ. Сол Египетте көріскенше бәріңізге көп рахмет. Тіркелеміз, пікіріміз тастаймыз, бөлісеміз. Осындай Египет туралы бір ақпарат іздеп жүрген қыздар болса, бөлісулеріңізге болады. Сіздерді жақсы көремін, рахмет. Пока-пока. Бірақ тағы да бір өтініш, менің соңғы 10 видеоларымды тағы да бір қарап шықсаңыздар, лайк бассаңыздар, пікірлер тастасаңыздар, менің каналым дамиды, және де сол дамығаны көріп, менде өзімде мотивация болады түсіруге. Пока. 2 күн жүріп, 3 күн жүрдім ба, 2 күн жүрдім ба, тіпті білмеймін. 2 күн жинап қойдым, 19 килограмм, ровно 23 килограмм. Сол 25-ке қарата баратын сияқты деп ойлап тұрмын, өткенде менің весім мүмкін дұрыс көрсетпейтін болар, мүмкін 20 болуы мүмкін, мүмкін 25 болуы мүмкін, точно білмей тұрмын, бірақ мынау 20-дан төмен точно 18, кейде 19 деп көрсетіп тұр. Енді мынаны ашып қойдым, кетпеген бір киімдерім бар, соны салу керекпін, зубная щетка дегендерді салып жіберу керекпін. Или мынаған салам ба. Бірақ мынадан 1-2 килограмм алып мынаған салу керек сияқты болып тұр енді. Сосын рюкзакқа салу керек болып тұр кішкентай заттарымды. Бірақ пока осылай жинап қойдым, және де мына 2 сумка. Мына сумка 6 килограмм болып тұр, мынау енді 1-2 килограмм максимум, ішінде ештеңе жоқ. Осыларға бөліп салу керекпін. Қазір кетпей тұрған киімді, может,
зубная щетка дегендерді осында салатын шығармын. Сол осымен бітті қыздар. Не екі нән сөмке. Қарағандарыңызға рахмет. Пока-пока. Егер бітті көріскенше.